ертең адам дүниеден өткеннен кейін ол Алланың алдында өте қатты мұқтаж халде болады. Сол кезде хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 жолдан сауап барады деген кезде бірінші айтқан нәрсесіне садақа. Садақату жария. Жария деген жариялау дегеннен сөз емес бұл жерде. Араб тілінде жария, жара, яжри ағып тұратын, үздіксіз деген сөз. Яғни сіз мына дүниеде Алла үшін қандай да бір садақа беріп кеттіңіз бе, сол үздіксіз сол нәрсе пайдаланылған сайын барып тұрады. Бірақ осы 3 нәрсенің екіншісін білесіз бе? Ол пайдалы ілім дейді. Садақадан кейін ілімді айтады. Ильмун юнтафа бихи. Пайдалы ілім. Пайдалы ілім не? Ол бірінші ілімді көтеріп жүретін ол адам ғой. Білімді адам. Адамның білім алуына мүмкіндік жасау ол садақаның садақасы. Неге? Өйткені кейбір нәрселер ол адамның өзіне пайда береді. Білім ол өзің емес. Ол қоғамға, үмметке пайдасы. Адамзатқа пайдасы тиеді. Қоғамға пайдасы тиеді ол ілімнің. Сол үшін білімге құйылған садақа ол бір адамға емес, ол үмметке берілген садақа. Бүкіл үммет содан пайда алады. Имам Шафиғи қысқа ғұмырында 54 жыл өмір сүрсе, сол 54 жыл ғұмырында қараңыз, қанша ғасырлардан бері умма, мұсылман үмметі соның ілімінен пайдаланып келеді. Имам Абу Ханифа, қаншама миллиардтаған үммет соның ілімінен пайдаланып, адамдар дүниеде де, ахиретте де жолын тауып келе жатыр. Қараңыз, сол Абу Ханифаның білім алуына материалдық, моральдық тұрғыдан себепші болған адамдардың ода үлесі бар. Алланың қазынасы шексіз. Сол үшін ілім алушыға садақа берсеңіз, ілім алушыға қолдау жасасаңыз моральды, материалды, сіз нағыз үзілмейтін сауап табасыз. Сіздің салған көпіріңіз бұзылып қалуы мүмкін. Қазған құдығыңыз 100 жылдан кейін бітеліп қалуы мүмкін. Бірақ ілім ол нұр, ол жалғаса береді қияметке дейін.